Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға кітап оқуды насихаттау жобасы аясында кітап подиумы қазіргі кітап оқу бейнешолуын ұсынады. Сіздер бұл жерден жанрдың көптеген түрін повестер, прозалар, әңгімелер, өлеңдер, балладалар, пьесалар, романдарды көре аласыздар. Назарларыңызға ұсынылып отырған бейнешолу бұл қазіргі қазақ ақындары мен жазушыларының жастар арасында оқылуын насихаттау ғана емес, сонымен қатар тарихпен, мәдениетпен, өмірмен және тұрмыспен, салт дәстүрлермен таныстыру болып табылады. Кітаптар көпшілік оқырман қауымға арналған. Бұл жерден әркім өзіне ұнайтын кітабын таба алады деген ойдамыз. Ақберен елгезек шаһар кезген өлеңдер жинағы. Қазақ поэзиясына өзгешелеп, бөлекше сарын алып келген белгілі ақын Ақберен елгезектің кезекті жинағына жұртқа кеңінен таныс жырлары мен жаңа өлеңдері енгізіліп отыр. Автордың бұл кітабы да мәртебелі оқырманның талғампаз көңілінен шығатынына сенеміз. Абақтыдағы жан сөзі. Түрмеде жазылған жырлар антологиясы. Рухани жаңғырудың негізгі бір бөлігі әдеби шығармалардың мазмұны мен мәнінде. Бұл жинаққа темір тордың ар жағында жазылған рухты жырлар еніп отыр. Бұл өлеңдер қазақтың басынан бақ тайған құйынды кезеңнің шерлі жырларында жазылған азалы да қаралы жырлар болып табылады. Әділбек Ыбырайымұлы «Кезбе бұлттар». Оқырман көпшіліктің көңілінен шыққан көптеген роман, хикаяттардың авторы, белгілі жазушы Әділбек Ыбырайымұлы бұл жаңа романында ғасырлар тоғысына тура келген қоғамның алмағайып ау жайын бір отбасынан өрген 4 қыздың қатал талқыға түскен тағдыры арқылы аңғартқан. Мың бір масат. Төре Рахман. Масатшы ақын Төре Рахманның мың бір сөзбиінен тұратын кезекті мың бір масат атты сөзбие тетралогиясы кітабы оның бұдан бұрын жарық көрген өлеңсүйер қауым қызыға оқып жылы қабылдаған 4-9 аушадияр, сөзбие, ой-тұмар жинақтарының заңды жалғасы. Кітаптағы кейбір сөзбие жұмбақтарының төңкеріліп түскен түйдекті теңеулердің шешуін әркім өзінше тауып, шешімдері дұрыс па, бұрыс па, оның төрелігін айту да оқырмандардың өз еншісіне қалдырған. Берік Садыр әлем әзіл әңгімелері. Күлкі өмір, күлдіре білу өнер. Күлкі болу өлім демекші, күлдіре білу өнері адамзат атаулыға ортақ асыл қазына. Қай қоғам, қай елге болса да әзіл қалжың жалт емес. Сан қырлы сатира юморынан сол елдің болмыс бітімін, тұрмыс тіршілігін, ең аяғы қай қоғам қандай дәрежеде ғұмыр кешіп жатқанын да бағамдауға болады. Яғни, әлем әзіл әңгімелері атты жинақта негізінде көрші елдердің, сондай-ақ алыс ағайындардың сатира юморын аударып көпшілікке ұсынуды жөн көрдік. Өмірдің сан саласын қамтыған әлем әзілкештерінің шап-шағын туындылары көп көкейінен шығар деген үміттеміз. Орынбасар Исахов бәрінен де сұлу. Бұл жинаққа автордың әр жылдары жазған әңгімелері, пьесалары, өлеңдері мен аудармалары енді. Шығармалардың негізгі кейіпкерлері жастар және олардың қоғам өміріндегі іс-әрекеттері, жан дүние толғаныстары, нәзік махаббат сезімдері суреттеледі. Жолтай Жұмат Әлмашұлы. Сөз жұпары. Қазақ оқырмандарына кеңінен танымал қаламгердің бұл кезекті кітабы тәуелсіздік жылдарындағы ізденістің жемісі. Мұның жазылу формасы да, айтар ойы да барынша соны. Ақыл аристократы негізінен ой толғамдар мен пәлсапалық түйіндердің топтамасы. Қаламгер әдебиет, философия, иман, өмір деген тіршіліктің діңгектерін қатар ала отырып, сөз кестелеп, ой әлеміне жетелейді. Жанат Жаңқашұлы ой тамған. Бұл кітапқа белгілі ақын Жанат Жаңқашұлының кейінгі жылдарда жазылған жырлары топтастырылған. Осыған дейін Тәңір таңбасы атты кітабы
жарық көрген. Өмірге ғашық, өлеңге құштар автордың жаңа туындысынан ақын ретінде өскенін, шеберлігінің жетілгенін, қалыптасқанын ашық байқаймыз. Келесі кітап Мұстақым Малдыбайұлының шығармалар жинағы. Алаш ұлт-азаттық қозғалысының мүшесі, қайраткер, қаламгер, ағартушы Мұстақым Малдыбайұлының шығармалар жинағы алғаш рет жарық көріп отыр. Әдебиетшінің бұл кітабына қазақша ең жаңа әліппа, қазақша оқу кітабы, иман һәм намаз яки мұсылмандық әдеби мұрасы мен айқап, Қазақстан, қазақ басылымдарына шыққан публицистикалық еңбектері енген. Кітап ұлт тарихына ынтызар оқырман қауымға арналған. Қалқаман Сарин, ғазал ғұмыр. Өлеңдегі әр сөзінен шынайы сезімнің, шырын дәмі сезіліп тұратын талантты ақынның бұл жинағына әр жылдары жазылған лирикалық жырлары мен аудармалары енді. Ақынның жүрек жарды тебіренісі оқырманды бей-жай қалдырмайды.